Сәлем достар, сіздермен жан-жақты арнасы. Бүгін біз сіздермен өңеш рагы туралы айтатын боламыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып қолдау көрсетеміз. Сіздердің қолдауларыңыз ол біздің шабытымыз. Ал кеттік. Өңеш рагы қатерлі, тіндер мен мүшелерді бұзып жарып өсетін, өңешті тарылтатын, ыдырататын, метастаз беретін, ауыр интоксикация және прогрессивті түрде арықтататын ісік. Қазақстанда өңеш рагы барлық адамдарды қосқанда жиілігі жөнінен 5-ші орында тұр. Ерлер арасында 4-ші орынды, ал әйелдер арасында 7-ші орынды алады. Ең жоғары көрсеткіш Қызылорда, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе. Ал өте сирек кездесетін жерлер Алматы, Астана, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстары жатады. Ал жер шары бойынша көп тараған жерлерге солтүстік Иран, Қытай, Оңтүстік Африка, Түркменстан, Өзбекстан жатады. Өңеш рагының белгілеріне келсек. Дисфагия – тағамның өңештен қиналып жүруі. Дисфагияның 5 сатысын ажыратамыз. Бірінші кезең – барлық тағам өтеді, бірақ қатты тағамды жұту жағымсыз сезімдер байқалады. Екінші кезең – қатты тағамдар өңештен өтпей тұрып қалатындықтан сумен бірге ішеді. Үшінші кезең – қатты тағам өтпейді, науқас суық және жартылай суық тағаммен қоректенеді. Төртінші кезең – өңештен тек сұйықтық қана өтеді. Бесінші кезең – толық өңеш өтімсіздігі, науқас жұтыну барысында сілекей өтпейді. Өңеш рагын қоздырғыш себептерге келсек, өте ыстық тағамдар, сүйегі майда балықтарды және мұздалған қатты еттерді жиі қабылдау, шылым шегу және арақты көп пайдалану сияқты зиянды әрекеттер жатады. Негізінен ісік алды ауруларды созылмалы қабыну аурулар қалыптастырады. Бұларды анықтау және емдеу сақтандыру шараларына кіреді. Өңештің ортаңғы бөлігі жиі зақымданады, содан кейін төменгі бөлігі. Дерт жалпақ жасушалы болып келеді. Ал шырышты түрлеріне келсек, баретта балаларда жиі кездеседі. Лимфа тамырларының мүшеге жанама орналасуы және оның ірілігі лимфа сұйықтығы арқылы сырқатты тез әрі жедел өсуіне қолайлы жағдай туғызады. Метастаздардың бір аймақтан екінші бір аймаққа секіріп кетуі әбден ықтимал. Өңеш рагының асқынуы ісіктің ыдырауымен немесе оның көрші сау мүшелерге, ұлпаларға, тіндерге көшуімен тығыз байланысты. Сонда мынандай белгілер болады. Қан ағу, орталық кеуде қуысы қабынады, немесе ондағы мүшелер сығылады, қысылады, өңеш бронхтағы және өңеш кеңірдектегі тесіктер пайда болады. Өңеш рагының емі толық жазылу тек хирургиялық әдісті қажет етеді, бірақ барлық ауруларға оны қолдану өте қиын. Сырқаттың жоғары бөлігінде сәуле әдісі қолданады. Одан кейін тағамның өңештен өтуі жақсарады. Кейбір жағдайда бұл нәтиже ұзаққа созылуы мүмкін. Химиотерапия дәрменсіз келеді. Әсінде ол операциямен немесе сәулемен қабаттасып келгенде паллиативті әсер етеді. Көптеген аурулар дертті асқынып, өршіген кезінде ем қабылдауға мәжбүр болады. Себебі тағам жүрмегеннен кейін аштық, оның соңы дегенерация және дистрофияға алып келеді. Яғни алмасу үдерістері қайтадан қалпына келмейтін жағдайда тап болады. Бұларды болдырмау мақсатында паллиативті операциялар, яғни гастростомия, асқазанды тесу, жару, сөйтіп сол арқылы қолдан тағамдану, немесе өңештің тарылған жеріне түскіше қойып, оны кеңейту жатады. Бүгінге айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар.